Бөлім бойынша жиынтық бағалау мен 90-дық жиынтық бағалауды қалай қосу керек екенін соны көрсетейін. Журналға кіресіздер. Журналға кіргеннен кейін өзіңіздің сыныбыңызды табасыз. Сыныбыңыздан кейін пәніңізді таңдайсыз. Пәніңізді таңдағанда мынандай сізге пән журналы ашылады. Пән журналының бұрышында міне БЖБ, ТЖБ қосу деген көк жазу шығады. Яғни бөлім бойынша жиынтық бағалауды қосу дегенді басасыз. Журналыңыздың аяқ жағына барасыз. Міне, бөлім бойынша жиынтық бағалау шықты. Егер сіздің бөлім бойынша жиынтық бағалауыңыз көбейту тағы да қосу керек болса, тағы да қосасыз. Бөлім бойынша жиынтық бағалау қосу дегенді басасыз. Тағы журналыңыздың аяқ жағына барасыз. Міне, екі бөлім бойынша жиынтық бағалау ашылды. Бірақ бізде бірінші 90-да бірақ бөлім бойынша жиынтық бағалау болғандықтан міне біреуін өшіруге болады. Міне қасында қызыл иқысты бассаңыз, сіздің артық бөлім бойынша жиынтық бағалауыңыз өшеді. Міне өшті. Енді 90 бойынша жиынтық бағалау қосу үшін ТЖБ қосу дегенді басасыз. Тағы да журналыңыздың аяқ жағына барасыз. Міне 90 бойынша жиынтық бағалау қосылды. Енді сіз барлық бетті ашып отырмай, тек қана жиынтық бағаларды ғана көріп отыру үшін мына жерде жиынтық бағалар деген жерге птичка соғасыздар. Белгі қоясыздар. Енді міне ашылды. Енді максималды балын жазамыз. Бөлім бойынша жиынтық бағалаудың максималды балы 10 бал делік. 90-дық жиынтық бағалаудың максималды балы 16 бал делік. Міне, оқушыға баға қоятындай болып, мына жер ақ клеткілер ашылды. Енді бірінші оқушы мысалы 90-дық бөлім бойынша жиынтық бағалаудан 9 бал алса, 90-дық жиынтық бағалаудан 12 бал алдық делік. Міне, автоматты түрде баланың қорытынды бағасы шықты.